Сәлем достар, бұл бірінші гол арнасы. ЖБ шоу, Ермұхамед Мәуленнің әңгімелері, немесе біз кейде болжам беретініміз бар. Бүгін Чемпиондар Лигасы ойындарына болжам береміз. Бұл енді бізде қонақта бүгін Әлімжан Асқар және Бексұлтан Кеулім қос. Ганс бүгін жоқ. Ганстың орнына 2 адам алдық. Ганстың орнына 2 адам алдық, Ганс сұранып кетті. 2 адам болып үндемей отырамыз енді. Бүгін енді қазір бұл жолы болжам айтамыз ғой. плей-офф кезеңі деп айта берсек бола ма бұл өтпелі матчтарда? Иә, плей-офф ғой. Плей-офф деп айтуға ерте ау деймін. Әлі ерте ма? Плей-офф қой, енді ұтылып қалған шығып кетеді ғой. Бұл плей-оффқа іріктеу деп атала ма? Плей-оффқа Плей-офф іріктеу. алды іріктеу. Плей-офф деймін. 16-тан бірінші финал. 16-тан бірдіге келмейді ғой. Ол да келмейді. Әрбір сөзге Плей-офф дейміз. Егер қателесіп жатсақ, кешіріммен қарайсыздар. Кіші плей-офф дейсің. Кіші плей-офф, иә. Кенже плей-офф. Өте қызықты ойындар бар. Бірінші рет болайын деп тұр Білесің. ондай. Иә, бірінші 16-тан 1 деген. тарихты жаңғыртып жатырмыз. Бұрын Чемпиондар Лигасы 16-тан 1-ден басталатын баяғыда. Екінші рет болайын деп тұр онда. Тарих остается в нәтиже. Керісінше еді ғой. Жарайды. Соған жеребеде енді жеребе ауыр болған командалар да бар. Жеребе білесіздер, Қайсы екен ол? Мен білмейді екен. жолдас бола бермейді командаларға. Реал Мадридтің мүлде жолы болмады ғой. Ар жақта Селтик түссе де болар еді ғой негізі. Селтикке үміт болды. Бұл енді Селтик Баварияға бұйырды. Бірінші қандай матч енді айтсашы. Брест ПСЖ. ПСЖ? Міне PSG Брест тарихта міне. бірінші рет болайын деп жатқан нәрсе. Францияның командалары ғой. Ол қазір заң өзгеріп кеткен. Бір-біріне түсіп қойған ба сонда? Иә. Не Монако түсуі мүмкін еді, не Брест түсуі мүмкін еді. Иә. Көрдің бе? Брест. Енді амал жоқ. ПСЖ-ның келесі кезеңге өтетін болжаймыз. Бұл бірінші ойындар, әлі жауап ойындар болады. Бірінші ойында енді Брестте гол ұрады, ПСЖ-да гол ұрады, екеуі де гол ұрады. Сіздің болжамыңыз, иә? Әрине. Айтып тастадыңыз ба? Айтып тастайсың, бірден уақыт жоқ, мен қазір кетуім керек баскетболға. Астана ойынына ма? Сіз барсаңыз да жеңіледі. Жақсы. Бексұлтан, сіздің ойыңызды мен білгім келеді. Бұның уақыты көп енді. Ең интригасы аз ойындардың бірі ғой бұл. Францияда күнде кездесіп жүрген Брест, кеше ғана ПСЖ мысалы екінші орында келе жатқан Монаконы байқамай қалды ғой. Ал Брестті тем более таптап өтетін сияқты. Адам санамай ұтады. Мәселенің барлығы бірінші ойында шешіледі ғой. Сол үшін ПСЖ 2 доп айырмасымен жеңіске жетті. 2-0, 3-0 деген сияқты. Өте қатты кетеді екенсіз. Тараздансыз ба? Олай бар, иә. Екі жақта тараздандар отыр. Ортада, Шымкент. Ортада мен Түлкібастан сәл қатты кетіп қойдым. Сондықтан деп па? ПСЖ жеңеді деген жай бір болжам айта салайын деп отырмын. Оңай құтылды, көрдің ба? Вичай гол соғады дегенде жақсы. Қиын жағдайға тап болып отырмын да мен бұл жерде. ПСЖ сапында мына Осман Дембеле деген өткенде хэт-трик істеген. Сол гол ұрады деп бәстіп кексін. 7 матч қатарында. Сол енді қазір апроч жүріп жатыр, оның оң аяғы мықты ма, сол аяғы мықты ма деген. Ортасы мықты шығар бәлкім. Сол бапкер бұрын Ассалаумалейкум кетіп қалайын ба тұрып. Ол оңда ойнады. Кейін сол жақта көрді. Қазір енді ортада. Ортаны көріп ортада жақсы ғой. Оның аяқтан өте сапалы әзілді естімей қалдыңыз сіз. Оның ортаңғы аяғы мықты деді. Әйтпесе Хвича сатып алғаннан кейін мен айтып жатқанмын, мен қайсы аяғымен гол салады екен деп болжап қояйын деп гол салады деген айтсашы. Мен сөйтіп амал жоқ енді, екі аяғы бірдей, екі аяғының біреуімен гол соғады енді. Сөйтсе баспен соғып Ол Чемпиондар Лигасында алып басқан, екі аяғын тең басқан, Дембеле келеді мінекей шабуылға, Бресттің қақпасын дәл басқан деп ұра берсінші. Ұйқас кәдім. Суырып салмалығым бар. Кейде суырам, кейде салмай кетем. Екінші ойын. Бұл жерде енді суыру керек. Дәл айту қиын. Ойбой, Манчестер Сити қарақылды қақ жарып, майдан қыл суырып отқан жоқпыз осы жерде қара сөзбен. Қуырдақ қуырып. Манчестер Сити қарақылды қақ жарған аяқ жеткіліксіз дейді ғой қазір бұл Реал. ойында. Қарақылды 40-қа жару керек екен қазір бұл ойында. Өте қиын болып тұр. Қандай? Сити? Ситидің алаңда ма? Қара деп расизм болып отыр ма жерде? Винисиус қазір. Біз ол туралы әңгіме айтқан жоқпыз ғой, қойшы. Құрастырып бұлай айдап әкеліп. Не айтасыз осы матчқа? Манчестер Ситидің алаңында болса, Иә? бірінші ойында жеңеді ғой Манчестер Сити. 75-ші минутта не көріп тұрсыз қазір, қараңызшы. Қарайым, 75-ші минут 2-0 болып отыр екен.
өткенде ана 78-ші минутта Барсадан 2-2 көріп тұрмын, 4 гол көріп тұрмын десем, тура сондай болыпты. Бір кісі комментарийге жазып кетті. Рахмет ол кісіге. Тамаша жазыпты. Енді 2-0 есебімен, 2 доп айырмасымен, басымдылығымен деп айтайын. Сол оңайырақ қой. Манчестер Сити жеңеді Реалды. Мәссаған. Реали өмірде сіз барсыз. Мәссаған болғанда ше, Бексұлтан дұрыс айтасың. Мәссаған мен қатты қорқып отырмын. Негізі 3-0, 4 доп айырмасын ұтып жібере ма дегенде бір қауіп бар. Сити ма? Иә. Мадридтік Реал жанкүйерлері барынша белсенді болайық комментарияда. Сіздер енді көріп отырсыздар өздеріңіз. Мені жамандап жазсаңыздар болады. Сіз енді Хусановқа сеніп отырсыз ба? Кімге сеніп отырсыз Ситиде? Әрине Хусанов деген ойбой, жалғыз өзі-ақ. Кезінде Яқшыбаевтың өзі гол ұрған Реалға. Хусановтан неге гол ұрмасқа? Шықса ұрады енді. Хусановтың арқасында гол кіріп отыр. Өзбектер Реал Мадридтыққа бұрыннан гол салып жүрген. Сондықтан да бұл дәстүрді одан қарай жалғастырады. Өзбек акалар хаммасы жақсы болсын, астына комментарийге жаза кетсең. Тек қоясың ба, кәлімге. Сәл қазақшалау өзбекше ма, менікі қазақша акцентпен. Үлген ағаларым десін. Реалға гол соқпайтын қазақтың әдеті бар бізде мысалы. Бәрекелді. Бүгін Дияш оралғаннан кейін Әлімжан мырза сіз не деп ойлайсыз? Бұл жерде қорғаныста мәселелер бар деп ойлаймын мен. Екі тарапта да. Иә. Әсіресе Рюдигердің жарақатынан кейін Чуамини мен Рауль Асенсио екеуі ортада ойнайын деп тұр ғой. Атлетико Мадрид пенальтиден гол соқты Мадрид дербиінде. Енді Манчестер Сити бір голын соғады. Оған Реал қарымтасын қайтарады. Сөйтіп жалпы екі командада гол соғады деген бәсті осы жерде ала кетсек. Жыбы дейсің ғой. Бірақ мен Рауль Асенсиоға сеніп отырмын. Қанша мысалы Реалдың қорғанысындағы мәселе анау деп айтамыз, дегенмен Чуамини үйрену керек қой. Қанша матч оны орталық қорғаушы шығарып жатыр. Енді Рауль Асенсио жаңа жұп Атлетикоға қарсы ойында бұл қорғаныс шебі маған ұнады. Өте сенімді ойнады. Жалпы Реал Мадрид Атлетиконың жартылаңына жауып тастады ғой. 6 қорғаушы болып ойнады. Манчестер Ситиға қарсы ойында не болады дейсіз? Ситиға қарсы ойында сол максимум бір гол соғады. Сити автобус қоя ма сонда? Сити Реалға жоқ, бұл жерде әрине басымдық, допқа иелік ету пайыз көрсеткіші бәрі Ситидің тарапында болады, басымдығы болады. Дегенмен ар жақта Мбаппе, Беллингем сияқты жігіттер. Сонымен болжамың қандай болды? Реал Мадрид жеңіске жетеді. Мен жалпы осы жұпта Реал Мадрид келесі кезеңге өтеді деп отырмын. Бірінші ойында жеңеді дейсіз. Бірінші ойында жеңіп өтеді. Бәс керек қой мына жерде. Ерегіс басталды міне. Карло Анчелотти. Екі тараздықты бәстестіріп қойған. Айдап салдық бір-бірін десе. Мен енді 3-0, 4-0 демек қойын сіз сияқты. Бексұлтан, Ермашқа қарсы шықпа. Ол ойланады. Карло Анчелотти бүйтіп қасын көтереді деген бар ма екен бәс? Сағы шенет деген бар. Көтеретін ше. Насыбай атады деп баяғыда сен айтып едің ғой, білесің бе? Мен Килиан Мбаппе гол соғады деп ойлаймын. Міне бәс. Бабында өте қатты қимыл. Топ матчтарда гол ұрмайды ғой, жалпы. Ситиға ол бұрыннан ұрып келе жатыр. Өзгеріп отыр ғой Реалға Мбаппе. келгелі бері топ матчтарда гол ұрған жоқ қой. Барселонаға соқты, Атлетико Мадридке. Жарайды. Ана Осы жер нашар болып қалды дей ма? Испанияда Кеспеңдер бірақ дей ма? Испанияда топ клуб аз да, сол үшін ол. Бір көре салу керек еді матчтарын десем. Айтпа, көрмеймін же. Бұл видеоның жалпы кесілмей осылай шығуына кім көмектесіп себепкер отыр? болып отқан біздің сондағы достарымыз бар. Қош? Иә, олардың сілтемесі білесіздер паркингте. Осы видеоның астында. Алматыдан бізді әкеп отқан жоқ па? Иә, міне. Келіп үндемей отырыңдар деп. Так что Болжамның не кезінде только ол Хусановтың арқасы бар. Келесі матчқа кеттік. Спортинг және Боруссия Дортмунд арасындағы ойында мен Боруссия Дортмунд гол соғады деп отырмын. Жеңеді деп айтайын мен. 1,5 көп деп отырмын. Жеңеді деп айтып отырмын мен. Спортингтің алаңына барып тұрып жеңеді Боруссия Дортмунд. Бәрібір ғой. Аморим Беткелалар Нашарлап қалды. нашарлап қалды. Дөкереш бір гол ұрады, болды. Қайттан жақсарып келе жатыр, жайлап. Бірақ Мен енді Ж2 дегенді айтамын. Мен Боруссия 2 гол соғады деймін. 1,5 көп. Сен шарым жыл. спортинг жеңілмейді деген. Сен ше Бексұлтан. Боруссия Дортмунд өз алаңында енді ерекше мықты екенін білеміз ғой. Кете бересің. Ерекше мықты. Сол жалпы бұл жұпта Боруссия Дортмунд келесі кезеңге өтетініне сеніп отырмын. Бірінші Бірақ ойында сол екінші ойында Боруссия өзінің мықты ойынын көрсетіп, жаңа бапкермен әрі қарай өтетін сияқты. Бірақ бұл кездесуде жай ғана екі команда гол соғады деген аласылайын. Бірінші матчта. Дұрыс. Екі команда гол. Екінші матчта. жинақ айтып отырсыз. Бірде Екі екі команда гол гол соғады соғады. және 2,5-нан көп. Бірде екі деген есеп болса, төртеуміздікі де шығады екен.
Мен шықпай шықпай қалды. қалады. сен екеуі де гол ұрады дедің ба? Жоқ, мен екеуде Спортинг жеңілмейді деді. спортинг жеңілмейді деп отырмын ғой. онда Португалия. 2-2 болса сенікі шығады, менікі шықпай қалады, екеуіңдікі де шығады. жалпы топ 2,5-нан көп дегенде жақсы бәс бар бұл ойын. Көрейік. Төртеуміздің біреуі шығатын шығар енді, көреміз. Иә. Juventude және PSV Eindhoven деген ойын бар. PSV Eindhoven? PSV да. Мен бұл ойында енді PSV осы чемпиондар лигасында тамаша ойнады. Ойнап жатыр. Және осы ойында олар Ювентустың алаңында гол соғады деп ойлаймын. Мен сәл бір ауырлау қылайын деп тұрмын, салмақ қосайын деп тұрмын. Осы ойын тең бітеді деп ойлаймын. Ювентус қой өткен, Ювентус. 17 рет тең ойнады ма биыл? Ой. Өткенде 4-4 ойнаған ойындар бар ғой. Интермен. Өткенде қайта тең ойнай бермейтін шығар деп. Ювентус өте сабырлы, салмақты команда. Тиаго Мотто барлығын контрольға алады. Бірінші таймда ол гол салатын мен енді болса да айтамын. Иә, көріп отырмын. Бірінші таймда гол ұрып қойған Ювентус. Негізі ұтады. 1-0 қылса да аямай ұтады. Ювентус ұтады. Мен де сіздің сөзіңізге тоқтай келсем. Бірінші айналымдағы ойыншы. Жалпы чемпиондар лигасындағы Бірінші гол бірінші матч қой. Тұсаукесер матч. Кенан бірінші голды соқты. Сол кезде де бірінші тайм тұрған. Иә. Жалпы сол мәселені бірден шешіп тастады ол кездесуде. Көрдіңіз бе? Ювентус бірінші таймда гол ұрады деген менің жеке бәсім бар. Ол менің өзім жеке принциптарым. Егер сіз де араласып, патенттеп алған мен көрем десеңіздер, көріңіздер. Ол кейде шығады, кейде шықпайды. Бірақ мен басқаша тігем ғой, көрдіңіз бе? Мен басқаша ойлаймын ғой. Осы жол шықпай қалдым, іштен кетпейді, келесі матчқа кете беремін деген сияқты ғой. Өмір жалғасады. Мен де жай ғана Ювентустың алысқа қарайтын адаммын ғой жалпы. Жай ғана Ювентустың 1-0 есебі ойсыратып жеңеді дейсің ғой. Иә. Ал өте қызық ойын мен үшін бұл. Брюгге және Аталанта. О, шынымен де негізі әзілсіз ең бір тамаша ойын болып тұр. Брюггеде Ханс ван Акен деген бар, ана жұтқұла деген жұтып жіберетін шабуылшы бар бәрін. Сондықтан Брюггеде гол ұру мүмкін өз алаңда. Аталантаның қорғаныстағы Сеят Калашинас деген сияқты ойыншыларды еске алатын болсақ. Сондықтан екеуі де гол ұрады. Ретеги деген кеше покершісі. Мен Аталанта жеңеді деп ойлаймын. Италия А сериясының сұрмергені қазір Ретеги. Енді Аталантаға Брюггеге қарсы ойнау қиын болады. Себебі бірінші нөмірмен ойнау керек, шабуылдау керек, шабуылды бұзу керек. Бұл қалай болар екен деп ойланып қызығып отырмын. Тотал 3-тен аз деп ойлаймын бұл матчта. Тура менің ойымша. Ойбай, қайдам. 4 гол кіріп кетеді ау. Міне, таң қалдырды, конспирация. Бексұлтан. Жалпы гол саны аз болатын секілді бұл ойында. Аталанта ойнайын деп жатыр ғой, қалай ол? Брюггеге қорғанат жатады. Жатқаны жатқан. Ол Брюгге керісінше жатқан кезде аналар қатты ойнап кетеді ол. Аталанта деген. Анау жатқанда анау тұрады ғой. Ең қатты бағаланбайтын клубтардың бірі ғой. Брюгге дегенді бәрі Брюггені қалады ғой. Бірақ мынау Италия А сериясының клубтарына жақсы той тарыс берген клуб. Ювентус болсын, Милан болсын. Сол себепті Брюгге жеңілмейді деп алайын. Енді сәл жеңілмейді деген ембәс екен. Міне қараңыз. Фантастикалау айтайын енді мен. Өте жылдам кетіп бара жатыр қазір. Тамаша ғой. Және біз Селтик Бавария ойынына жетіп келдік. Селтик? Жылдамдықпен. Сергекке түсіп қалдық мына жылдамдықпен 2 рет. Штраф кеп тұр. Жоқ, жақсы ғой. Селтик Бавария. Штраф келген жоқ әлі. 3 айдан кейін келеді. Селтик Баварияға так. Енді Селтик былай негізі әжептеуір сондай бір компактный, сондай бір әжептеуір жақсы тегеурінді қарсылас. Макгрегор деген ойыншысы. Иә, бірақ дегенмен класс деңгейдің аты деңгей. Бавария командасы бірінші ойында сырт алаңда ойнағаннан кейін емін-еркін ойнайды. Харри Кейнге жарты мүмкіндік және ол гол деген сөз. Ал бір мүмкіндік толықтай болса, ол таза гол деген сөз. Сондықтан Харри Кейн бұл ойында гол салады. Пенальти болса тебеді, бүйтеді, сөйтеді, сырт алаңда да гол салады. Бірақ бұл ойында 4 гол кіріп, жаңағы фейерверк шашылып, тоталда жарылады деген мен өз басым сенбеймін. Бавария қазір елдің бәрі 1-0 ұтып жатыр. Венсан компания өзі сондай адам. Менің ойымша жай ғана Баварияның жеңісін ала салған дұрыс шығар сырт алаңда. Бір кішкентай ғана басымдықпен ұтады. Егер ол дұрыс емес десеңіздер, екінші нұсқа бұл енді қазір қаншаға бағамдап отырған білмеймін, 1,5 форрасы бар ғой, плюс Селтиктің. Соны алып жіберуге болады. 2 доп айырмасымен ұтылмайды. Өзіңіз қазір сонда 0-1 деп тұрсыз ғой? Бірақ доп басымдылығымен ұтады. Жоқ,
бірде екі болатын шығар, кім біледі. Бірақ та міне. басымдылығымен ұтады да Бавария. түсінікті. Ұтса егер. Ұталса дейсіз ғой. Иә, тең болуы да мүмкін ол. Бексұлтан, сөз кезегі өзіңізде. Баварияның доминациясы болады бұл кездесуде. Допқа иелік ету пайыз көрсеткіш 25-75 дегенге ұқсас әңгіме болады. Баварияның 3 голы десем қалай? Жаман емес пе? Жаман 3 гол және одан көп. Альянс аренада жоқ, 2,5 көп деп айтасыз, соны сұрап. 2,5 иә, сол 2,5 ғой. Әр түрлі ойланатын адамдар жиналыппыз, 3 және одан көп. Мәселен бәрін бірінші матчта шешпейді. Біреулер тәуекелге барып осындай айтқан ұнайды маған бұл. Күшті айтып отырсың. Кейін, иә, Альянс аренада ойнаса енді жай ғана 4-5 гол соғады десең де рахат тәуекел емес та. Екінші ойынды ойлап жүреді ғой, енді былай калькулятор қосылды ғой жерде. Әлімжан? Көбірек анау Байер Бавария матчын ойлайтын сияқты ғой. Байер Бавария демекші жігіттер, төртеуміз бірігіп фон тим арнасын ашқанымызды айтайық та осы жерде. Бәрекелді. Фон тим деген арна ашылды. Чемпиондар лигасының матчтары аяқталғаннан кейін біз сол жерде қайтадан бірігіп YouTube арна ма? YouTube арна. Еуропа чемпионатының матчтарын талқылайын деп жатырмыз. Мен ойлап жүргем ол YouTube емес, Telegram арна деп естідім ғой. Ол Telegram арнасы ашылып қойған. Фон тим деп Фон тим деген. YouTube арнасы бүгін ашылады, сіз түсесіз деп отырық қой соған. Соған түсуім керек па? Мен қазір баскетболға кетіп баратырмын, мен түспейтін шығармын. Көреміз енді. Қайтып келгеннен кейін бәлкім. Қазақ футбол жайлы шығарылым. Бүгін де отырмыз. Онда барам, онда міндетті түрде барам. Жарайды, шақырып отырсаңдар. Сосын Еуропадағы мынау лигаларға болжам болады. АПЛ, Ла Лига, Бундеслига, Италия А сериясы. Мен оны қайқындауым? Оны Фон тим деген арнадан іздеп табасың. Сілтемесі төмендеп Ой, анау болады. Телеграм арналарға сілтемелер салынады, елің бәрі көреді ғой, сол үшін тауып аласың. Көріп тұр ғой өзі жалпы. Тауып алу қиын емес жалпы. Жалпы сол жерде соққы және гол, бірінші гол, аладоп бәрі бірігіп отыр ғой. Енді ол жаңадан ашылған Телеграм, жаңадан ашылған YouTube арна болғаннан кейін бір жиде ойнатып па, бір конкурс ұйымдасып бір бөлек емес, суретбеттер беріп деген сияқты адамдарға кішкене естіртіп. Сол жақта болады бәрі. Сол каналға бару керек ол үшін. Ермұхамед Мәуленнің қолтаңбасы бар, жиде ойнатайық. Дұрыс, тамаша. Бір жиде бар еді үйде, өткен жыл Бақ лигада ойнаған кез киген. Соны берейін. Жумай. Сол қалпында. Иісі сіңген кәдімгі. Жусанның иісі ғой. Сайын Мұратбековтың кәдімгі. Жусанның иісі. Сіздің ойыңыз Селтик Бавария? Менің ойымша Бавария жеңіске жетеді. Егер аз болса 2-0 айырмасымен жеңеді. Ай, сендер ой. Қалай Бавария? Жеңіске жетеді. 2-0 айырмасымен деймін. Екі немесе одан. Мен Селтик гол соғады деп мен бұл жерде. Неге олар? Ана жапониялық бар ғой гол ұратын. Майда. Енді олар жаңағы шотландиялықтар солай ойнайды өздері. Аста. Фурухаси дегенде бар емес бе? Иә, 3-4 сап жоқ. 3 жапониялық бар. Ұрдажық, аста дөп, ошын. Бұрыштама көтеріп жатып бір бәлері ұру керек дейсің ғой. Біреуге тиіп кетіп. Өте батыл шешім. Біреудің арқасына тиіп кетіп кіріп кетсе. Батыл, иә. Батыл шешім. Болжам батыл шешім. Тағы да бір батыл айтатын бір ойын болып тұр қазір. Батыл, батырып. Қайсысы ол? Фейнорд және Милан арасындағы ойын. Міне осы жерде мен айтайын деп тұрмын. Тиджани Рейндерс деші? Ұстамаңдар мені де. Айт. Фейнорд жеңілмейді деп отырмын ғой мен. Өз алаңында. Өз алаңында емін еркін. Хименес кеше Фейнордтан кетіп еді, бүгін енді Фейнордқа қарсы ойнайды ғой Милан сапында. Бәрекелді. Үлгерсе. Тіркеліп үлгерген шығар, иә? Үлгереді. Серияда шығып қойды ғой бір рет. Жоқ, чемпиондар лигасына бөліп қосылсын ғой. Осы алтын жақпанға. Тіркейді ғой енді. Жалпы Консенсау команданың қайттан құрап жатыр ғой енді. Неғып мен ермір сияқты сөйлеп кетпеймін. Жалпы Консенсау команда Пока Бексұлтан сен сөйлей тұршы. Дайындалып алайын. Фейнорд жеңілмейді деп ойлаймын мен. Фейнорд жеңілмейді дейді. Батыл. Батыл мәлімдеді. Бексұлтан. Енді ондай қатты батыл емес менікі. Бұл жерде жай ғана. Қатылма сенікі. Иә. Батылдау. Шатылдау. Көп гол санына сеніп отырмын. Тотал 2,5-нан көп. Иә, Фейнорд өз алаңында кейін 1 гол соқса Миланда тартып қалмайды, сол себепті. Фейнорд енді биыл таңғалдырған команда ғой, енді жаңағы Ситимен 3-3 ойнап дегендей. Сондай бір ойын. Баварияны 3-0 есебімен. Баварияны жеңіп кетті 3-0, иә. Соны ойлана отырып сен қазір. Мен сен Миланға сәл бүйрегің бұратынын білемін мен. Да, біліп тұрсың. Демек сен Ж2 деп тұрсың ғой. Иә. Жоқ, Ж2 болғанда мен
бұл жерде былай деп отырмын ғой, бұл Милан деген өте сұрапыл, өте шабуылы күшті. Мен сіздерге айтайын. Ол тем более қазір шабуылшысын сатып алып қойды Фейнордтың. Ол 2 голды ұрған әшейін сырт алаңда. 1,5 көп деп аласызсаңдаршы, ол Фейнордтың қорғанысы деген Голландияда қай бір жетіскен қорғанысы бар, кіріп шығып жатыр ғой жерде голдар. Адо Den Haag'тың өзі 2 гол ұрады ғой оларға. Твенте мен 3-3 ойнап жатады. Бір қарасаң, біреумен Вестерлу дегенмен 4-4 ойнап жатады ғой. Қорғаныс деген атымен жоқ қой оларда. Фейнордтың әсіресе Милан 2 гол ұрады, анау Рафаэл, Лиау деген жігіттер, ана Хименес айтып отырсың, Марат бар. Феликс. Марат кетіп қалды. Кетіп қалды ма ол? Галатасарайда. Еще Галатасарай фанаттар танымайды дейді, көшеде кетіп бара жатса, өткенде бір видеосын көріп есіме шығып кетті. Қазір Жоа Феликс пен Хименес қой қоста. Иә, сол. Рафаэл Лиаудың өзі жетеді ол. Кеше осы бір жақында бір Эмполиді ұтып жіберді ғой бұлар. Удалениемен жүріп Милан 2-1. 2 голда әшейін ойнаған ойын тұрады. Жалпы сіз сол Милан дербиінде тең ойнады. Иә. Абай Құнанбаевтың заманынан Миланға жанкүйерсіз ғой. 1898 жылдан бастап. Кезінде Абай не деп еді мысалы? 99. Отанды сүю иманнан, футболды сүю Миланнан деп айтып кеткен жоқ па? Күшті айтқан ғой. Күшті айтқан. Футболды сүйсең, менше сүй деген. Айта бір көп айтқан ол кісі. Милан 1,5 көп дейсіз, Иә. Енді Фейнорд шабуылшысын жіберсе де бір гол ұрады деп ойлаймын маған. Миланға. Сосын Милан да оған ұрады. Енді екеуі де гол ұрады. Екеуі де гол ұрады. Ары қарай енді кім жеңетіні ол енді маңызды емес. Екінші ойында шешіледі бәрі. Иә. Екінші ойында сол шешіледі болғанда Милан жеңеді ғой. Неменеге таңғалып отырсыңдар оны. Белгілі бек-беке ғой. Сосын бір ойын бар, енді екеуі тең 50-50 деген болады ғой. 50-50 кәдімгі. Монако мен Бенфика деген. Монако. Хуан Монако мен Бенфика. Теннисист дейсің. Бірінші ойын Монте-Карлода өтеді. Стадионның аты қалай? Луи 2. Луи 2-де. Демек 2 гол болады. Ана жақ Фейнордтың стадионы Филипс. Не деген зерттеу. Логика. 2 гол ұра ма? Луи 2 гол ұрады. Әрине. Бенфикаға 2 гол ұру, Бенфиканың қақпасына 2 гол салу деген қатты бір қиын шаруа емес негізі. Санта-Кларада салып жатыр ғой, ештеңесі жоқ деген секілді. Сондықтан оның әсіресе мына шабуыл өте күшті. Бір Эмболо деген жігіт кәдімгі тепсе темір үзетін кәдімгі зәңгі жігіт, қара шойын, қара жұмыстың бәрін атқарады шабуыл жебінде. Сондықтан өзі де қара деңіз. Қарадан тер шыққанда сапсары Головиннен жан шығады дейді монакалықтар. Солай мақал шығарыпты дейді. Ендеше мен айтайын, Головин пас береді. Одан кейін мына Балагон деген жігіт бар, Эмболо бар. Күшті сұрапыл, 2 голды ұрған, рас айтасың Бенфикаға. Бенфикада қара жаяу емес, Ангелис Павлидис деген жігіттер бар. Өткенде хет-трик жасаған Барселонаның қақпасына. Олар да гол салады. Сондықтан анау бүйтеді, мынау сөйтеді, анау бүйтеді деген. Жалпы матчтың тоталы 2,5-нан көп деген кәдімгі классикалық үлгідегі болжамды осы жерде бір айтайын. Ешкім айтпады ау, жалпы матчтың тоталы 2,5 көп деген. Оны енді қазір бағамын қанша екенін білмей отырмын. Көп, аз болып жатса 3-тен көп деп ала беріңдер. Сұрапыл голдар көреді. Классикалық кәдімгі үлгісі бар ма? Енді әр нәрсенің өзінің классикалық жанры бар ішінде бөлінеді ғой. Классика деген жалпы не? Осы мәселеге тоқтайық. Гректің классик деген сөзінен шыққан. Жалпы өйтіп айтсам қазір қарабайыр тілде түсінбей қалуларыңыз мүмкін. Сондықтан мен былай түсінейін. Яғни ұстаз да, шахтер да, заводта қызмет істейтін адам да, әдебиетке қатысы жоқ адам да, жалпы бұл салаға қатысы жоқ адам да, капперді емес сондай қарабайыр бәстігуші адамдар болады ғой. Солардың барлығына да түсінікті жағдай бұл 2,5-нан көп деген. Ол көп жағдайда алынады. Соны классика дейміз. Яғни әдебиетте де сол елдің бәрі түсінетін, елдің бәрі соны оқығанда кез келген сана деңгейіндегі адам оқыған кезде түсінетін деңгейдегі әңгімені, романды бұл классикалық шығарма деп аталады. Кез келген мамандықта өзінің классикалық үлгісі бар. Әрине. Сол секілді 2,5 көп. Сол онша бір үміттендіріп қойдың, айтасыз. Оны біліп отырмын, не айтамын. Алып кетем адам, алып кетем. Айтпаймын оны, неменеге айтамын мен. Қайрат 85% шешіп қойды оны уже. Айтып қойыңыз. Мен пәкпін ғой енді.
ұқпай отырмын мен ана 25 сантиметр деген аяқ киім размері деп ойлап жүрмін ғой. жаңағы расында Монако солай ол. дедім бе, жаңағы қай жерден бастаймыз? Монако мен Иә, сондықтан менің Бенфика ғой. ойымша, менің ойымша жалпы тоталы 2,5 көп болатын секілді матчтың. Классикалық үлгі осы. Сіз айтыңыз. Меніңше Монако есеп ашады деген бір Бірінші болды ма? бір ерекше бәстіктің келіп тұр. Бек Сұлтан. Бекс. А. Бекс дегенде Сразу. 4 әріп бар. Демек 4 гол болады. Осылай жібере берсең, жалпы үйдегілер мен бек дейді, сол үшін 3 гол болды. Бұл кездесу, шабуылдаушы командалар, енді мен де басында топ 2,5-мен көп деп айтам ба деп отырдым. Тағы да қош жүрейін енді. 3,5 десе. 3 гол болатыны белгілі ғой. Тотал 2,5-нан көп және Бенфика жеңілмейді деген. Ағысқа қарсы жүзді дегенсің. Бұл екеуі ойнады ғой негізі топтық кезеңде. Әрине. Не болды сол кезде? Красный бол, қызыл Бычтайын болып кетті, Атамендилардың ағысы қалған бұл Монакода. Бенфика мен Порт ойнаған кезде де екі қызыл қағаз көрсетілді бұларға. Бенфика 3-2 жеңіп бар. Осы матчта қызыл қағаз болады деп қоясызшы, сен сондай жақсы көретін ғой. Сен қызыл киіп отыр екенсің, сен айта ма деп едім. Мен енді қыздың көзі қызылда деп үнемі осылай қызыл киініп жүрем. Сосын кілем алдық. Жаңа Жетісайдағы Ахмет аға беріп Ахмет аға беріп жіберді. Жетісайдағы Ахмет аға. Рахмет. Рахмет Бар аға. болыңыз. Бірақ біз сізді танымаймыз. Танысамыз. Бірақ бар екеніңізді білеміз. Сол Бенфика жеңілмейді. Бенфика жеңілмейді және Онда сол жалпы кезеңдегі сценарий қайталанады ғой, 3-2 болып тұр ғой шамамен. Ондай болса да шығып тұр. 2-2, 3-2. Бенфика. Бұл енді екеуі де гол соғады деп ешкім айтпады. Бұл да классикалық. Бірақ оның бағасы ме? Бағам аздау болып қалуы мүмкін ғой. Меніңше сол Анда екеуі де гол соғады және 2,5-нан көп деген жақсы бар. мүмкін, 1,5-тен көп болады. бұл бірінші таймда бірден көп қой гол. Не болды сонда, қандай бәс болды? Бірінші таймда голдар саны бірден көп. Бұл классика емес бұл, иә? Бұл классика емес. Асты үстімен костюм шалбар болып отыр ғой. Дегенмен ау бірінші Тағы да матчтар бар ма бізде? Бітті ме әлде? Тағы да. До конца бөлсек, до конца перевод етеді. Өз-өзіңді бөліп отырсың ғой сен. айта салайын да енді. Айтыңыз. Жалпы мынау бірінші ойындар ғой бұл. Біз енді бәріміз көп гол соғады, көп соғады, аз болып қалуы мүмкін. қателесіп жатқан сияқтымыз ше. Барлау бола ма, барлау? Өйткені бірінші ойында командалар бір-бірін сыйлап, гол өткізбеу үшін қорғаныс арқылы. Ол баяғы қонақтағы салынған гол деген жоқ қой қазір. Сол көп нәрсені өзгертіп жіберді. Бірінші кездесу болғаннан кейін сәл аяқтап Бірінші кездесуде шешіп тастағысы келеді көбісі енді былай интриганы өлтіріп. Бастысы гол өткізбесек болады деген оймен шығады. Біреуден біреу басым болған жұптарда ғана ғой, жаңағы Бавария, Селтик деген түсінікті жағдайлар бар. Қалғандары бір келкі ғой. Сити Реал ойында да аз гол болуы мүмкін да, былай қарап тұрсаң. Бәрі мүмкін. Болжамшылардың барлығы ой Сити Реалда қазір 5 гол болады, 6 гол болады дейді. Біз бұл жерде болжам айтып отқанда біз ешкімді үгіттеп жатқан жоқпыз. Әрине. Ойлап қалмаңыздар. Бұл жай біздің ішкі ойымыз, түйсігіміз. Соны айтып отырмыз. Енді мынау Чемпиондар лигасының матчтары болған кезде Қазспортта комментатор болған заман сағынасыз ба жалпы? Жоқ. Осы матчтар. Сағынбаймын, нөл. Кәдімгі. Жоқ сағыныш ешқандай. Біреу жүргізіп жатқанда сағыныш сезімі жоқ қой жалпы сізде. Жоқ. Иә. Оны мен білемін жақсы. Сосын бір бонуспен тағы бір ойынды айтып жіберейік. Ол Чемпиондар лигасына қатысы жоқ бұл ойынның. Бірақ атағынан ат үркейтін Порту мен Рома енді. Чемпиондар лигасы деңгейіндегі ойын болады. Әжептәуір, ойнап жатса Чемпиондар лигасына қосып жіберсе де болатындай жұп екен. Бізге салса қосып жіберер. Порту деген өте бір қорғаныс арқылы ойнайтын тістеніп қалған команда. Бірақ соңғы кездері бұл команданың жағдайы нашар болып жүр. Ой, ұтылып қалып жатыр. Чемпионатта ұтылды өткенде. Масқара болды. Бір ойыншысы алаңнан қуылып кетті. Одан кейін Спортингпен жаңа кубокта кездесті. Біреуі кетіп қалды неге? Сауд Арабияға. Иә, сондай жағдай. Сондықтан бұл жұптың жалпы фавориті Рома. Бірінші матчтың өзінде Рома сырт алаңда гол салады. Ол анық. Романың жеке тотылы бірден көп. Дибала бар, Довбек бар. Әрекет қылады. Рома жақсы шабуыл. Жалпы жаман емес. Мен сенем бұл италиялық командаға. Сырт алаңда жеңілмейді. X2. Осы екі нұсқаны таңдаймын. Мен соны мысалы Еуропа лигасында жүргізген матчтар сағынасыз ба дейсің? Оны сағынамын.
жеңіспен. Жоқ, мен негізі Қазақстан ұлттық құрама командасының матчтарын жүргіземін ғой. Аха. Сосын әлем чемпионаты, Еуропа чемпионаты, құрамалар ойнайды ғой. Сондай кезде мен ой керемет сұрапыл жүргізгенмін. Ана чемпиондар лигасы деген баланың ойыншығы ғой. Чемпиондар лигасы менсінбейтін не комбинаторы деймін. От болып жанған Финалдарын кездер ғой енді жүргізгем. Мысалға айтайын, 2010 жылғы Бавария мен Челсидің финалын жүргізгем, сол матч сағынам. 12-ші. Челси ұтқан ба? Дрогба баспен кіріп кететін ба? Бірге, Лотпен бірге. Фернандо Торрес ұрып еді. Фернандо Торрес финалда ұрған жоқ. Полуфинал медал. Сол кездерде жүргізетін 2011-2012 жылдар. Сол кездегі финалдарын мана күшті футбол етін. Қазір уже. Қазіргі футбол ма, қазіргі футбол? Тоттенхэм мен Интердің матчын жүргізген ғой мен. Гаррет Бейл 2 гол ұрған ғой. Сол кезде екеуі ұратты, екеуі де негізі Тоттенхэм 3-0 ұтқан. Екеуін Бейл ұрған. Сөйтіп жаңағы әріптесім бар, Дмитрий Мостовой екеуміз жүргізіп отырық қой. Сөйтіп жаңағы Гаррет Бейл келеді, мен сол кезде демалып отқам, біріншісінде айқайладым, гол ұрды Гаррет Бейл деп. Сөйтіп, да, деп Дима жүргізіп отады, вот, смотрим повтор этого гола, вот, хороший забег. Ну, счет ошиблись, 0-2 деп қояды. Сөйтіп, ана Гаррет Бейл тура сондай шабуылмен қайтадан гол ұрған ғой, тура. Бірдей шабуыл. Повтор емес, деймін ғой, бұл қайталау емес, таза 2-ші гол ұрып жатыр деймін. Тақырыптан ауытқымаймыз. Қайта осы реали өмірге ораламыз. Шынайы өмірге. Сіздің еңізді айтыңыз. Ойыңызды Бексұлтан. Мен айтып отырмын ғой, Рома X2. Айттыңыз енді деймін, Бексұлтан мырза, былай. Порту, Бенфика. Тараз арқылы былай шығып, қазір Түлкібас арқылы кетеміз ғой. Енді топ 8-ге кірмеген командалар ғой. Жолда алмалайық. Тым қатты бағалаудың да қажет жоқ. Бұл команданың шабуылшыларын, шабуылдағы ойын өрнегін сол себепті бұл кездесуде тотал 2,5-нан аз. Яғни гол саны көп болмайтын сияқты. Дұрыс, тамаша. Мен келсем. Бексұлтан досым, мен келсемін. Келсесің? Келсем. Жоғарыда айтылған тілектер бәріне қосыламын деп қойса. Жоғарыда айтылған тілектер, менен кейін айтқан тілектерге де қосыламын. Сіз енді Рома жеңілмейді деп жатсыз, Иә. керісінше Порту жеңілмейді деп. Жоқ, оған келіспеймін. Қоссам да болады екен. Порту жеңілмейді ба? Сонда тең нәтиже керек Өз атынан айтып отыр оны. Мен енді бонус ретінде деген ғой, жалпы. Бонусқа бонус. Менде ой жоқ бұл матчқа. Өкінішке қарай. Ойсыз Ештеңе айта алмаймын. Ойсызбын. Ойсыздар біргеміз. Мен сол үшін бұл матчта аз деп айтайын. Осымен бағдарламамыз. Ақыр жағын басқаша аяқтайтын еді ғой, сен бір прикол айту керек едің, мен сол жерде кәдімгідей аяқтап жүрмін. Бәрі сценарий бойынша ма бұл жерде? Алдамшы өмірде алдам қалмайық деген сияқты. Қандай сөздер бар? Бәстігім деп бастығып жібермеңіздер деп қойса. Бәстігім деп бастығып жүрмеңіздер. Құрметті достар, сау сәлеметте болғайсыздар. Thank you.